Жолда жүру ережесіне тағы бір жаңалық енбек. Ол шаршы сызықты қиылыс. Егер жол қиылысында сары түсті шаршыларды көрсеңіз, есте ұстайтын біраз жайт бар. Оны жарнамадан кейін айтамыз. Бізбен бірге болыңыз. Қазақстанда ағымдағы жылдың 3 айында өткен жылмен салыстырғанда жол апаты саны 2,4%-ға азайды. Оған жүргізушілердің мәдениеті артқаны немесе ереже бұзуды жазалаудың қатайғаны ықпал еткені белгісіз әрине. Қазақстанда жол апаты жиі болатын өңірлер Алматы қаласы, Алматы облысы және де бұрынғы оңтүстік Қазақстан, қазіргі Түркістан облысында екен. Жолда жүру ережесіне тағы бір жаңалық енбек. Ол шаршы сызықты қиылыс. Егер жол қиылысында сары түсті шаршыларды көрсеңіз, есте ұстайтын біраз жайт бар. Оны тілшіміз айтып береді. Астана қаласында жаңа жол белгісі пайда болды. Сары жолақтармен торлап салынған белгі кептеліс көп болатын Тұран және Сығанақ көшелерінің қиылысында орналасқан жаңа жол белгісі әзірге тесттік режимде. Қазіргі таңда осы полиция қызметкерлері осы көше қиылысында болатын кептелістері және оның тиімділігін сараптап жатыр. Талдау нәтижесі оңтайлы болса, ол әрі қарай осы жұмыс жалғасатын болады. Қазір жүргізушілерге түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, содан кейін нәтижесі болғаннан кейін әрі қарай көреміз. Аталған сары жолақтың пайда болу себебі көшелердегі кептелістің алдын алу. Сары түсті торлар жүргізушілерге алыстан көрінеді. Енді олар кептеліс болып жатқан қиылысқа өтпеуі тиіс. ТМД елдерінде мұндай сары шаршылар бұрыннан қолданылады екен және нәтиже де беріп отыр. Әзірге бұл өзгеріске мән бере қоймағандар көп. Дегенмен жүргізушілердің бірі жаңа жол белгісін құп көрсе, енді бірі оның көлік қозғалысына көп әсер бермейтінін айтады. Қозғалысқа дұрыс әсер етеді деп ойлаймын, мен ойымша, жаңа пробка болмауының себебіне. Жаңа шетелдерде бұл вафельница көп енгізілді деп ойлаймын. Сол себепті жаңағы пайдалы әсерлерін ол жақта тигізгені белгілі. Дұрыстап нәрсе істеу керек қой, мынау не ол? Мынаны қазір мысалы мына жақта бір авария болса, мынау пробка болады, кім тұрмайды? Штрафты кім төлейді ал? Енді знактар қойғасын, жалпы дұрыс деп ойлаймын ғой. Біз қазір Евростандарт кетіп батымыз ғой. Көп жерлерде сол знактар тұрады ғой. Полоса деген ол тоже бір жақсы нәрсе. Жүргізуші сары шаршылар сызылған қиылыста жүру талаптарын орындамаса, оған Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзу туралы кодексінің 594 бабының 1 тармағына сәйкес ескерту жасалады, немесе 3 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынуы мүмкін. Ал 1 жыл ішінде ереже тағы бұзылатын болса, онда сол баптың 4 тармағы бойынша жүргізуші 7 айлық есептік көрсеткіш есебінде айыппұл төлейді. Мажан Үсіпбек, Қуандық Әлімжанов, арнайы Қайырлы таң үшін.